Біз бүгін ешқандай спорттық киім үлгісін кимейміз. Біз бүгін денені шынықтырудың орнына ой санамызды шынықтырамыз. Ол үшін біз тоғызқұмалақ ойынын ойнайтын боламыз. Тоғызқұмалақ ойынына ұқсас. Бүкіл әлемде 400-ге жуық түрі бар екен. Ал бұл ойындарда не деп атайтынын білесіз бе? Бұл ойындарды манкала ойындары деп атайды халықаралық тілде. Манкала дегеніміз ол араб тіліне аударғанда жылжыту, қозғау деген мағынаны білдіреді екен. Бұл ойындағы сүйенетін негізгі 4 ереже. Жүріс жасау ережесі, құмалақ ату ережесі, тұздық алу және атсырау ережесі. Әртүрлі сайыс түрінен тұңғыш әлем чемпиондары шыққан біздің өңір Дамушы облыстардың қатарында соңғы рейтинг бойынша, Республикалық тоғызқұмалақ федерациясының рейтингі бойынша біздің облыс бірінші орында тұр. 4000 жылдық тарихы бар спорт түрінің қыр-сырын білгіңіз келсе, сәрсенбі сағат 21:30-да жіберіп алмаңыздар.